911 мың тұрғыны бар мұнайлы өңірдің тұрғыны ретінде қара алтынның өндірісі туралы біз не білеміз? Шындап келгенде аса біліміміз жоқтығы рас. Мұнай өндірісі адам денсаулығына зиян, экологияны бүлдіріп жатыр деген жалпылама ғана біліміміз. Ал қара алтынды өндіру кезінде білсеңіздер, көптеген улы газдар мен химиялық заттар шығады. Соның ішінде бізге ең танысы иісі шіріген жұмыртқаға ұқсайтын жаз мезгілінде жиі біз иіскеп жүрген иіс ол күкіртті сутек улы газы. Оның көп мөлшері адамды тұншықтырып өлтіріп жіберуге дейін барады. Сонымен қатар химиялық көптеген заттар бөлінеді. Ол бензол, ксилол, тулол, ол да адам денсаулығына қатты пайдалы емес. Солардың ішінде ерекше атап өтетін тағы бір газ, ол метан газы. Метан газы ол көзге көрінбейді, иісі жоқ, дегенмен ол өте зиянды парниктік газ болып есептелінеді. Себебі ол қарапайым көмірсутекке қарағанда 84 есе күшті газ болып есептелінеді. Ол қалай жұмыс жасайды? Күн сәулесінен түсетін жылуды жер бетіне түсіріп, одан шығатын ысыны қайтадан ғарышқа кетуіне жол бермейтін газ. Соның есебінен бізде климаттың жылуы, табиғаттың өзгеруі, экологияның нашарлауы орын алып отыр.